Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін теплый полға заказ түсіп, бұрын радиатор жүрілген. Сонымен мына жерде пештер көрсеттім жаңа. Онан кейін мына жерден шығады. Осы бөлме полный теплый пол болады. Салқын болған сондықтан қайттан алып тастап, полының бәрін қайттан теплый пол жүргізіп жатыр. Мынадай шурупқа сымды орап аласың да, бетонды тесіп, қағып шығасың. Сонымен вязальный проволоканы кесіп кусок. Алматының ызғар астынан ұра береді, ылғалды. Төсектер дымқыл болып қалады дейді, сонымен теплый пол тарту керек болады. Сол зал бөлмеге, сосын жаңағы бір спальныйға үлкен. Осылайдан бір жігіт ұстап жүреді шлангыны. Фольганың жаясында қаңылтыры жоғары қарау керек, ана фольганың шылтырақ жағы. Жаңа қағып кеткен шуруптарды соларға шлангыны байлап шығасың, осылайдан. Әрі бері жыланыңызды сатып. Жаңағы домалақтап тарту деген бар, осылайдан тарту бар, әртүрлі. Примерно 20 сантиметр менен 25 сантиметрдің аралығында шығады мына теплый пол. Көріңіздер, осылайдан өте алшақ қылып тастап жіберсең болмайды. Кейбіреулер шлангыны экономдап алшақ қылып қалдырып жібереді. Ол жылталмай қалады. Сосын газ расход көбейіп кетеді. Мынадай бір қалыпта 20-25 шамасында жатса, сол жеткілікті барлық үйге. Мына жерден мына бөлме уже 80 сантиметр дейін жауып кетті. Мына жақта бір айналдырамыз. Сонымен мына жаққа қайтып келеді, ертең мына жерге коллектор пластик трубаменен анадан выход шығарып, подача обратка шығарып, соған жалғаймын. Әзірге шығарып кетеміз. Мына бөлмелерден стяжкасын құяды. Ремонт істеп жатқан жігіттер бар. Солар мына жерді істейді. Пока шлангыны өстіп осылай жинап қоямын. Мінекей уже бөлменің стяжкасын құйып бастады.